Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Біз бүгін тест талдаудың 4-ші нұсқасына жеттік. Бұл жерде мынадай сұрақтар, тапсырмалар келген екен. Бірінші сұрақ. Ас тұзының формуласы және құрамдағы металдың массалық үлесі. Бұл жерде тек ас тұзының формуласын білсек болды. Ары қарай үлесі шығып тұр. Ас тұзының формуласы бізде натрий хлор. Екінші, теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы шығымы 70% болса, 4 литр этаннан түзілетін этиленнің көлемі. Яғни алканнан алкен және сутек алынып тұр. Бастапқы алканның көлемі 4 литр. Бұдан бірінші біз этиленнің көлемін тауып аламыз. Реакция тең. Литр берілген болса, біз қалыпты жағдайдағы шаманы қолданамыз. Ол 22,4 литр бөлінген молге тең. Этиленнің де алдында ешқандай сан жоқ. Демек, бұл жерге де 22,4 литр бөлінген мольді жазамыз. Енді бұл жерде X-тің 4 литрге тең екені белгілі болып тұр. Әрі қарай шығым 70% болса дейді. Яғни 4 литрді біз 100% деп аламыз. Оның 70%-ын табуымыз керек. X тең болады 4 көбейту 70 бөлінген 100. 4-ті 70-ге көбейтсек бізде 280 болады. Бөлімінде 100 бар. 280-ді 100-ге бөлсек 2,8 литр шығады. Келесі. Мына жүйеде температураны арттырғанда тепе-теңдіктің ығысуы. Аммиактың түзілуі бізде экзотермиялық реакция болып тұр. Температураны арттыру бізде эндотермиялық бағытқа тепе-теңдікті ығыстырады. Тура реакция жүру бұл бізде экзотермиялық. Аммиактың айырылуы, яғни кері бағытта, бізде эндотермиялық болады. Аммиактың түзілуі экзотермиялық, ал мынау өзі реакция бізде экзотермиялық болып табылады. Сондықтан бізде дұрыс жауап В нұсқасы болады екен. Төртінші. 80 грамм магний оксидін тотықсыздандыру үшін 12 грамм көмір жұмсалған болса, оның массалық үлесі дейді. Магний оксидін тотықсыздандыру, яғни магний оксидіне көміртекті қосу деген сөз. Бұл жерде магнийдің орнына көміртек келеді, яғни магний металы алынады, қосылған иіс газы. Магний оксидінің массасы 80 грамм, жұмсалған көмірдің массасы 12 грамм. Енді осы жерде біз 12 граммның орнына X грамм деп аламыз, яғни оның негізгі массасын тауып алуымыз керек. Былай қарасақ, реакция өздігінен теңестірілген. Әрі қарай біз олардың молекулалық массаларын есептейміз. Магний бізде 24-ге тең, оттек 16-ға тең, екеуін қосатын болсақ, 40 грамм бөлінген моль болады. Ал көміртек бізде 12 грамм бөлінген мольге тең. Осыдан бірінші пропорцияда 80 граммға X грамм деп жазамыз. 40 грамм бөлінген мольге 12 грамм бөлінген моль деп жазамыз. Бұл жерде бізде X тең болады 80 көбейту 12 бөлінген 4. 40. 80 мен 40 бізде қысқарады, мұнда 1, мұнда 2. 2-ні 12-ге көбейтетін болсақ, бізде 24 грамм шығады. Яғни жалпы негізгі масса 24 грамм, бұл бізде 100% болады. Ал жұмсалған көмірдің массасы 12 грамм, бұл X%. Яғни жартысы жұмсалып тұр. Демек, бізде 50% шығады екен.
Бесінші, формальдегидті 0,5 моль күмісі бір валентті оксидінің аммиактағы ерітіндісімен тотықтырғанда бөлінетін күмістің массасы дейді. Яғни бізде бұл күміс айна реакциясы, формальдегидтің формуласы HCOH, яғни күміскі альдегид деп аталады. Бұл күміс айна реакциясына ұшырату үшін күмістің бір валентті оксидін қосамыз. Мына жерге аммиак жазып қоямыз, яғни аммиактағы ерітінді деген мағынаны береді. Бұдан бізде күміс қақшығы түзіледі және күміс металы тұнбаға түседі. Реакцияға дейін күміс бізде екеу еді. Реакциядан кейінгі күмістің алдына екі қоямыз, сонда біздің реакциямыз осылай теңеседі екен. Әрі қарай 0,5 моль бұл бізде күміс бір валентті оксидінің зат мөлшері табуымыз керек. Түзілген күмістің массасы x грамм. Бірінші біз мына берілген күміс бір валентті оксидінің массасын тауып алуымыз керек. Ол үшін мына формуланы қолданамыз. Зат мөлшері тең болады масса бөлінген молекулалық масса. Бұл жерде массаны табу үшін зат мөлшерді көбейтеміз молекулалық массаға. Енді күміс бір валентті оксидінің молекулалық массасын былай есептейміз. Күмістің өзі атомдық массасы 108-ге тең, мұнда 2 көбейтеміз, сонда 216 болады. Оған оттектің 16-сын қосамыз. Сонда бұл 232 грамм бөлінген моль болады. Яғни 0,5-ті көбейтеміз 232-ге. Сонда бізде 116 грамм шығады екен. Әрі қарай осы массамен күмістің тұнбаға түскен күмістің массасын тауып аламыз. Күмістің өзі 108-ге тең, алдындағы 2 көбейтіп 216 грамм бөлінген моль болады. Келесі бізде пропорция 116 грамм, мұнда x грамм. Мұнда 232 грамм бөлінген моль. Онда біз 216 грамм бөлінген моль деп жазамыз. X табу үшін 116-ны көбейтеміз 216-ға, бөлеміз 232-ге. 232 мен 116 қысқарып кетеді. Мұнда 1, мұнда 2. 216-ны 2-ге бөлсек, бізде 108 грамм шығады. Жауабымыз да. 6-шы сұрақ. Металдарға тән химиялық байланыс түрі. Металдарда әрине металдық байланыс болады. Келесі 7-ші. А және В элементтері бір периодта орналасқан. А элементі түзетін оксид құрамында 47% оттек, В элементінің сутекпен қосылысының құрамында 5,9% сутек болады. А2, В3 қосылысы. Мына жерден біз А элементі 3 валентті, яғни А2О3 деп аламыз. Ал В элементі 2 валентті екенін білеміз. Бұл жерде бізде 2 нұсқа болуы мүмкін. H2V немесе VH2. Бейметалдармен көбінесе бізде H2V деген қолданылады. Сондықтан VH2-ні біз өшіріп тастауымызға болады. Келесі, әрі қарай біз былай істейміз. Мұнда 3 оттек бар. 16-дан 3-ге көбейтеміз. 48 грамм бөлінген моль болады. Бұл бізде 47% құрайды. Жалпы MR-ін табу үшін оның 100%-ын табуымыз керек. Ол үшін 48-ді көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 47-ге. 48 көбейту 100 бөлінген 47. Сонда жалпы MR-і 102 шығып тұр. Ары қарай 102-ден азайтамын 48-ді, сонда 54 шығады. Ал 54-ді 2-ге бөлсем
27 шығады. 27 бізде ол алюминийдің атомдық массасы. Енді әрі қарай 5,9% сутек. Сутектің атомдық массасы бірге тең, бұнда 2 сутек бар, демек 2 грамм бөлінген моль бізде 5,9% болады. X грамм бөлінген моль 100% болады. X табу үшін 2-ні көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 5,9-ға. Шамамен 34 деп аламыз. Шоқтап 34 грамм бөлінген моль болады. 34-тен 2-ні азайтсам бұл 32, ал атомдық массасы 32 болатын бізде күкірт. Демек жауабымыз алюминий 2S3 болады екен. 8-ші, реакция нәтижесінде 53,5 грамм темір 3 валентті гидроксиді түзілу үшін темір 3 валентті хлоридімен әрекеттесетін натрий сілтісінің массасы. Темір хлор 3 қосылған натрий гидроксиді. Бұдан бізде темірдің 3 валентті гидроксиді және натрий хлориді түзіледі. Мұнда 3 қоямыз, және мұнда 3 қоямыз. Сонда реакциямыз теңеседі. Түзілген темір 3 валентті гидроксидінің массасы бізде 53,5 грамм. Табуымыз керек натрий гидроксидінің массасы. Натрий 23-ке тең, оттек 16-ға тең, сутек 1-ге тең. Осы үшеуінің атомдық массаларын қосқанда 40 болады. 40-ты 3-ге көбейтеміз, сонда 120 грамм бөлінген моль болады. Ары қарай. Оттек 16, сутек 1, 2, 17 болады. 17-ні 3-ге көбейтетін болсақ 51, 51-ге 56-ны қосамыз, сонда 107 грамм бөлінген моль шығады. Осы жерден X граммға 53,5 грамм дейміз. 120 грамм бөлінген мольге 107 грамм бөлінген моль дейміз. X табу үшін 120-ны көбейтеміз 53,5-ге, бөлеміз 107-ге. Мұнда 107 мен 53,5 қысқарып кетеді, мұнда 2, мұнда 1 қалады. Ал 120-ны 2-ге бөлсек, бізде 60 грамм шығады екен. 9-ші есеп. Егер шығымы 100% болса, 15 грамм алюминийді оттекте жаққанда алынған алюминий оксидінің массасы. Жағу бізде оттек қосу, алюминийге оттекті қосамыз. Сонда алюминий оксиді түзіледі. Реакцияны теңестіреміз. Алюминий оксидінің алдына 2-ні қоямыз. Оттектің алдына 3-ті және алюминийдің алдына 4-ті қоямыз. Бізге берілген алюминийдің массасы 15 грамм, түзілген алюминий оксидінің массасын табуымыз керек. Алюминийдің өзі 27 грамм моль болады, оны 4-ге көбейтетін болсақ, 108 грамм бөлінген моль болады. Ал мұнда алюминий оксиді, алюминийді 27-ні 2-ге көбейтеміз, 54, 16-ны 3-ге көбейтеміз, 48. 54-ге 48-ді қосамыз бірінші, 102 болады. 102-ні алдындағы 2-ге көбейтеміз. Сонда 204 грамм бөлінген моль шығады. Пропорцияны былай жазамыз. 15 граммға X грамм, 108 грамм мольге 204 грамм моль. X тең болады 15 көбейту 204 бөлінген 108. 15 көбейту 204 бөлінген 108. Сонда 28,3 грамм шығады екен. Келесі 10-ші есеп.
0,5 литр газ тәрізді көмірсутектен және 1,25 литр оттектен тұратын қоспа жарылғанда 1 литр көмірқышқыл газы және 0,5 литр су болып түзілген көмірсутектің формуласы. Бұл жерде біз газ тәрізді көмірсутектің жарылу реакциясын жазамыз. Бізге белгісіз көмірсутек CXH керек, қосамыз оттекті. Кез келген көмірсутекке оттекті қосқан кезде көмірқышқыл газы және су түзіледі. Енді бұл жерде көміртектің индекс X болып тұр. Демек, реакцияға дейін неше көміртек болса, реакциядан кейін де сонша көміртек болады. Көміртектің алдына X-ті қоямыз. Ал реакцияға дейін Y сутектің индексі, ал судың құрамында 2 атом сутек бар. Демек, бұл жерде Y бөлінген 2 деген коэффициент болады. Осы көмірсутектің көлемі 0,5 литр, түзілген көмірқышқыл газының көлемі 1 литр және түзілген судың көлемі 0,5 литр болып тұр. Әрқайсының астына біз 22,4 литр мол жазып шығамыз. Көмірқышқыл газының массасын табу үшін оның зат мөлшерін молекулалық массасына көбейтеміз. Оның зат мөлшерін табу үшін көлемін тұрақты көлемге бөлеміз. Яғни 1 бөлінген 22,4 бұл бізде 0,4 мольді береді екен. Яғни 0,4 көбейтілген 44 грамм бөлінген моль 1,96 граммды береді. Әрі қарай судың зат мөлшерін тауып аламыз. Ол үшін 0,5-ті бөлеміз 22,4-ке. Бұл жерден бізде 0,2 моль шығады. Дәл көміртек диоксидінің массасын тапқан сияқты, судың да массасын тауып аламыз. Зат мөлшері көбейтілген молекулалық масса. 0,2 көбейтілген 18, бұл бізде 0,36 граммды береді. Демек, түзілген көмірқышқыл газының массасы 1,96 грамм болады, ал судың массасы 0,36 граммға тең болып тұр. Енді осы жерде көмірқышқыл газының құрамындағы көміртектің массасын табуымыз керек. Ол үшін 44 грамм мольді бір атом көміртек жазамыз. 12 грамм моль. 44 грамм моль болған кезде 1,96 грамм болған еді. Мына жаққа X грамм жазамыз. X табу үшін 1,96 көбейтілген 12 бөлінген 44 болады. Бұдан бізде 0,153 грамм шығады. Дәл осы сияқты судың құрамындағы сутектің массасын тауып аламыз. Жалпы судың молекулалық массасы 18 грамм бөлінген моль. Оның құрамында 2 грамм моль сутек бар. Судың массасы бізде 0,136 грамм болған. Сутектің массасын табуымыз керек. Бұл жерде X тең 0,136 көбейтілген 2 бөлінген 18. Бұдан бізде 0,4 грамм шығады. Бұл жерде сутектің массасын Y деп алғанымыз өзімізге ыңғайлы болады екен.
яғни x'imiz 0,153 грамм болды, y-іміз 0,104 болды. Яғни енді әрі қарай біз x пен y-дің қатынасын табуымыз керек. Бұл жерде масса бөлінген молекулалық масса, яғни x затының массасын оның молекулалық массасына бөлеміз, және y затының массасын оның молекулалық массасына бөлеміз. X-тің массасы бізде 0,153 шықты. Оны бөлеміз көміртектің атомдық массасына. Ал Y-тің массасы 0,104 грамм болды. Сутектің атомдық массасы бізде 1-ге тең. Осы жерден бізде 0,153-ті 12-ге бөлгенде шамамен 0,104 болады екен. Ал 0,104-ті өзіне бөлсек, 0,104 болады. Әрі қарай осы екеуі қысқарып бізде 1-ге қатынасындай болады. Демек, көміртек және сутек қана қалады. Химияда бұндай көмірсутектің формуласы жоқ. Демек, бұны біз 2 еселейміз деген сөз. Сәйкесінше С2H2 деген формула болады екен. 11-ші. Құрамында 32 атом сутек бар алканның салыстырмалы молекулалық массасы дейді. Бірінші алканның жалпы формуласын жазып аламыз. CnH2n плюс 2. Бұл жерде бізде сутек 32 болу үшін n-нің орнында 15 болу керек. Өйткені 15-ті 2-ге көбейтеміз, 30 болады. Қосамыз 2-ні 32 болады. Демек, мына жерге 15 дейміз. Молекулалық масса С15H32 тең 15 көбейтілген 12 қосылған 32 көбейтілген 1. Он 15-ті 12-ге көбейтсек бізде 180 болады. Оған 32-ні қосамыз. Сонда 212 грамм бөлінген моль шығады екен. Келесі электрондық формуласы 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 болатын 2 моль металл гидроксидімен әрекеттесетін мырыш гидроксидінің зат мөлшері. Бұл бізде 11-ші элемент. 11-ші элемент бізде натрий. Натрий гидроксидімен мырыш гидроксидін әрекеттестіреміз. Бұдан натрий цинкаты және су түзіледі. Реакцияны теңестіретін болсақ, натрий гидроксидінің алдына 2-ні қоямыз. Сонда натрий 2, реакциядан кейін натрий 2. Мырыш 1, реакциядан кейін мырыш 1. Оттек 2 қосылған 2 4, мұнда 2 қосылған 1 3 болып тұр. Демек, судың алдына 2-ні қоямыз. Сонда оттегіміз теңеседі. Әрі қарай сутек 2 қосылған 2 4, мұнда 2 көбейту 2, сутек 4. Реакциямыз теңесті. Енді осы жерде бастапқыда берілген натрий гидроксидінің зат мөлшері 2 моль. Табуымыз керек әрекеттесуші мырыш гидроксидінің зат мөлшері. Натрий гидроксидінің алдында 2 тұр, демек мына жерге 2 моль деп жазамыз. Мырыш гидроксидінің алдында ешқандай коэффициент жоқ, демек бұл 1 моль болады. X-іміз бізде 1 мольге тең. Келесі 20,8 грамм барий хлоридімен әрекеттескен натрий сульфатының массасы. Барий хлоридінің формуласы барий хлор 2 қосылған
Натрий 2SO4 түзіледі. Барий SO4 қосылған натрий хлор. Натрий хлоридың алдына 2-ні қоямыз. Сонда реакциямыз теңеседі. Мұндағы барий хлоридінің массасы 20,8 грамм, натрий сульфатының массасын табуымыз керек. Барий бізде 137-ге тең, хлор 35,5-ге тең, оны 2-ге бөлеміз, 71 болады. 71-ге 137-ді қосамыз, сонда 208 грамм бөлінген моль болады. Ал натрийдің өзі 23-ге тең, 2-ге бөлеміз, 46 болады. 46-ға 32-ні қосамыз, сонда 78 болады. Әрі қарай оттегі 16, 16-ны 4-ке көбейтеміз, 64. 64-ке біз 178-ді қосамыз. Сонда 142 грамм бөлінген моль шығады. 20,8 граммға x грамм, 208 грамм мольге 142 грамм моль деп жазамыз. Осыдан x табатын болсақ, 20,8 көбейтілген 142 бөлінген 208 қысқарып кетеді. Мұнда 10, мұнда 1. 142-ні 10-ға бөлетін болсақ, 14,2 грамм. 14-ші сұрақ. Жануар және өсімдік текті көмірсулар бұл бізде глюкоген мен крахмал болып табылады. 15-ші. Магний фосфатының қысқартылған иондық теңдеуі. Магний бізде 2+, ал фосфат ионы бізде 3-. Енді осы жерде фосфат ионын жақшаға аламыз. Мына 2 жақшаның сыртына түседі, ал фосфат ионының 3-і мұнда түседі. Демек, бізде 3 магний 2+ бар, және бұл 4 3-тен 2 бар деген сөз. Жауап 2 болады. Келесі, глюкозаның табиғатта түзілу реакциясы. Бізде глюкоза жарықтың әсеріне түзіледі. Жарық ашық дүниеде көрсетіледі бізден. Демек, жауап А болады деген сөз. Қорғасын және мыс катиондарымен қара түсті тұнба түзеді. Бұл әрине күкірт. Қорғасын сульфиді және мыс сульфиді қара түсті. 18-ші есеп. Массасы 14,3 грамм натрий цинкатын алу үшін сілтімен реакцияласқан мырыш оксидінің массасы. Сілті дегеніміз ол жерде натрий гидроксиді, оған қосамыз мырыш оксиді. Сонда натрий 2 цинк О2 қосылған H2O. Натрий гидроксидінің алдына 2-ні қоямыз. Осылай біздің реакциямыз теңеседі. Енді осы жердегі түзілген натрий цинкатының массасы 14,3 грамм. Табуымыз керек мырыш оксидінің массасы. Мырыш бізде 65-ге тең, 65-ге 16-ны қосамыз. 81 грамм бөлінген моль болады. Натрий бізде 23-ге тең, оны көбейтеміз 2-ге 46. 46-ға 65-ті қосамыз, 111. 111-ге 32-ні қосамыз, сонда 143 грамм бөлінген моль болады. X грамм бұл бізде 14,3 грамм. 81 грамм бөлінген моль. 143 грамм бөлінген моль. Осы жерден X табу үшін 81-ді көбейтеміз 14,3-ге бөлеміз
143'ke. 143 пен 14,3 өзара қысқарып кетеді. Бөлімінде 10 қалады. 81-ді 10-ға бөлетін болсақ, 8,1 грамм шығады. 19-шы есеп. Құрамында 5% қоспасы бар 500 кг кальций карбонатын өртегенде алынатын сөндірілмеген әктің массасы. Кальций карбонаты бізде негізі тұнба. Оны қыздыру арқылы кальций оксидін және көмірқышқыл газын аламыз. Бірінші біз қоспадан арыламыз, яғни 500 кг бұл бізде 100% болса, 5% қоспа, яғни тазасы 95% болады екен. X килограмм. X тең 500 көбейтілген 95 бөлінген 100. Бұл жерде 500 бен 100 қысқарып кетеді. Мұнда 5, мұнда 1 қалады. 95-ті 5-ке көбейтетін болсақ, бізде 475 килограмм шығады. Яғни бізге қажетті масса 475 килограмм. Сөндірілмеген әк дегеніміз ол бізде кальций оксиді. Кальций карбонатының молекулалық массасын есептейміз. 40 қосылған 12 52 болады. Оттегі 16-ны 3-ке көбейтеміз. 48. 48-ге 52 бізде 100 грамм мольді береді. Кальций 40, оттек 16 қосамыз. 56 грамм бөлінген моль. Осы жерден екінші пропорциямыз шығады. 475 килограмм бұл X килограмм. 100 грамм бөлінген моль. Бұл бізде 56 грамм бөлінген мольдің тұсына жазылады. Арғара X табу үшін 475 көбейтілген 56 бөлінген 100 болады. 475 көбейтілген 56 бөлінген 100. 266 килограмм. 20-шы есеп. Реакцияның жылу эффектісі 3924 килоджоуль болса, 42 грамм циклогексан жанғанда бөлінетін жылу мөлшері. Циклогексанның молекулалық формуласы бізде С6H12. Жағу, оттек қосу. СО2 қосылған H2O қосылған 3924 килоджоуль. Реакцияны теңестіреміз. Көміртегі реакцияға дейін 6, реакциядан кейін 1. Алдына 6 қоямыз. Сутек реакцияға дейін 12, реакциядан кейін 2. 12-ні 2-ке бөлеміз, судың алдына 6 жазылады. Енді реакциядан кейінгі оттекті санаймыз. 6 көбейтілген 2, 12, қосылған 6, 18. 18-ді оттектің 2-ні 2-сіне бөлеміз, ол кезде 9 шығады. Енді осы жердегі циклогексанның массасы 42 грамм. Оның молекулалық массасын есептейміз. 12-ні 7-ге көбейткенмен тең. Сонда 84 грамм бөлінген моль болады. Жылу мөлшері дегеніміз мына килоджоулдың үстіне жазылады. X килоджоуль. Демек, 42 грамм X килоджоуль, 84 грамм моль, 3924 килоджоуль деп жазылады. X табу үшін 42-ні көбейтеміз 3924-ке, бөлеміз 84-ке. Сонда бізде мына екеуі қысқарады. 1 мында 2. Жауабымыз 1962 килоджоуль болады. Келесі бізде контексттік тапсырмалар. Металлургия тақырыбы келген екен.
Металдар ерекше қасиеттеріне байланысты өте пайдалы болып табылады. Алайда оларды қолдану үшін алдымен металдар мен олардың қосылыстарынан тұратын металл кендерінен бөліп алу керек. Көптеген металдар табиғатта таза күйде кездеспейді. Олар минералды қосылыстар түрінде, оттегі және басқа бейметалдармен біріккен күйде кездеседі. Оларды бөліп алу үшін химиялық әдістер қолданылады. Белсенділігі төмен металдар үшін кенді ауада қыздыру жеткілікті. Белсенділігі орташа қорғасын, темір сияқты металдарды алу үшін көміртегі немесе көміртегі моноксиді сияқты оттекті ығыстыратын тотықтырғыш агенттер қолданылады. Белсенділігі жоғары калий, алюминий сияқты металдарды игеру үшін электролиз әдісі қолданылады. Электролиз әдісінде балқытылған кен арқылы электр тогы жіберіледі. Ыстық сұйықтықта еркін қозғалатын иондар бар болғандықтан, олар электр тогын өткізеді. Балқытылған кенге оң және теріс екі таяқша салады. Бұл таяқшалар бізде электродтар деп аталады. Олар электролиз кезінде электр зарядтарын жинақтайды. Металл теріс электрод катодқа шоғырланады. Яғни бізде электродтың екі түрі бар, катод және анод. Катод дегеніміз негізінен теріс электрод, оған оң иондар жиналады. Ал анод дегеніміз оң электрод, сәйкесінше оған теріс иондар жиналады екен. Енді бізде сұрақ былай: белсенділігі жоғары металл дейді. Белсенділігі ең жоғары металл бізде натрий болып табылады. Оны біз элементтерінің, металдардың кернеу қатарынан көре аламыз. Балқыманы электролиздеу арқылы алынатын металл бұл бізде алюминий. Келесі, натрий хлориді ерітіндісін электролиздегенде анодта түзілетін газ. Бізде натрий хлоридін электролиз кезінде натрий мен хлор газын аламыз. Келесі, мыс эквиваленті сульфатының ерітіндісін электролиздегенде анодта 4,48 литр оттек бөлінсе, катодта түзілген мыстың массасы. Бұл жерде мыс эквиваленті сульфатының ерітіндісінің электролизін жазамыз. Ерітіндісі кезінде бізде су қосылады. Бұдан металл алынады. Судың құрамындағы сутек қышқыл қалдығының өзіне қосып алады да күкірт қышқылын түзеді және оттек газы бөлінеді екен. Реакциядан кейін оттек 2 индексімен түзіліп тұр, демек судың алдына 2-ні қоямыз. Сутек бізде 4 болып кетті, сондықтан күкірт қышқылының алдына 2-ні қоямыз. SO4 ионы 2 болды, сондықтан мыс сульфатының алдына 2 қоямыз. Сәйкесінше металл катионының да алдына 2-ні қоямыз. Анодта 4,48 литр оттек бөлінген дейді. Оттектің көлемі литр берілген болса, біз тұрақты шаманы қолданамыз. Ол 22,4 литр бөлінген мольге тең. Түзілген мыстың массасы x грамм. Мысты біз 64 деп аламыз. 64 көбейтілген 2 бізде 128 грамм мольді береді. Осы жерде пропорция x грамм 4,48 литр, 128 грамм бөлінген моль, 22,4 литр бөлінген моль. X-ті табу үшін 128 көбейтілген 4,48 бөлінген 22,4. Бұл жерде 12,8-ді 2-ге көбейткенмен тең. Демек, 25,6 грамм шығады екен. 25-ші есеп.
20% 200 грамм күміс нитратының ерітіндісін электролиз дегенде 1,12 литр газ бөлінген болса, реакцияға қатыспаған күміс нитратының массасы. Бірінші 200 грамның 20%-ын тауып алайық. 200 грамм бізде 100%, оның 20%-ы x грамм. X тең 200 көбейтілген 20 бөлінген 100. 200 бен 100 қысқарып кетеді. Мұнда 1, мұнда 2. Сонда 2-ні 20-ға көбейтетін болсақ, 40 грамм. Енді реакцияны жазамыз. Күміс нитраты ерітіндісі, яғни су қосамыз. Ол кезде міндетті түрде металл алынады, қышқыл түзіледі және оттек газ бөлінеді. Реакцияны теңестіреміз. Судың алдына 2-ні қоямыз. Қышқылдың алдына 4-ті қоямыз. Күміс нитраттың алдына 4 және күмістің алдына 4 қойылады. Осы жердегі күміс нитраттың өзінің массасын тауып керек, x грамм. Ал бөлінген оттектің газы бізде 1,12 литр. Астына 22,4 литр бөлінген мольде жазамыз. Күміс бізде 108-ге тең. Азот 14-ге тең. Қосамыз 122 болады. Оттек 16-ға тең. 3-ге көбейтеміз 48 болады. 48-ге 122-ні қоссақ 170. Осы 170-ті 4-ге көбейтеміз. 680 грамм бөлінген моль болады. Осы жерден екінші пропорция x грамм 1,12 литрдің тұсына жазылады. 680 грамм бөлінген моль 22,4 литр бөлінген мольдің тұсына жазылады. Осы жерден x табу үшін 680-ді көбейтеміз. 1,12-ге бөлеміз 22,4-ге. Бізде 34 грамм деген жауап шығады. Енді мына қысқарып кетеді. Мұнда 1, мұнда 20 қалады. 680-ді 20-ға бөлсек 34 грамм шығады. Бұл реакцияға қатысқан күміс нитратының массасы. Ал негізгі масса бізде 40 грамм еді. Осы 40 граммнан азайтамыз 34 граммды. Сонда 6 грамм қалады екен. Әрі қарай 26-шы. Массасы 4,9 грамм калий хлоратынан 1,12 литр оттек алынды. Тұз құрамындағы қоспаның массалық үлесі. Калий хлоратының формуласы калий хлор О3. Оттек алу үшін біз қыздырамыз. Сонда калий хлориді және оттек газ бөлінеді. Оттектің алдына 3-ті қоямыз. Калий хлоратының алдына 2 және калий хлоридінің алдына 2 жазылады. Негізгі массасын тауып аламыз. Калий хлоратының ол x грамм. Оттектің көлемі бізде 1,12 литр. Негізгі тұрақты шама бізде 22,4 литр мольді береді. Оттектің алдында 3 коэффициенті бар демек, соны 3-ге көбейтеміз. Ол бізде 67,2 литр бөлінген мольді береді. Әрі қарай калий хлоратының молекулалық массасын есептейміз. Калий 39, қосылған 35,5, сонда 74,5 шығады. Оттек 16, 3-ге көбейтеміз 48. 48-ге 74,5-ті қосамыз, бізде 122,5 шығады. Оны 2-ге көбейтетін болсақ, 245 грамм бөлінген моль болады. Пропорцияны құрастырамыз. X грамм бізде 1,12 литр, 245 грамм бөлінген моль.
67,2 литр бөлінген моль болады. X табу үшін 245-ті көбейтеміз 1,12-ге бөлеміз 67,2-ге. Есептеп көрейік. 245 көбейтілген 1,12 бөлінген 67,2. Сонда 4,8 грамм деп ала берсек болады. Бұл таза калий хлорадының массасы. Ал бізге берілген масса ол 4,9 грамм. Оны 100% деп аламыз. Ал біз есептеген 4,8 грамм ол X%. Онда X тең 4,8 көбейтілген 100 бөлінген 4,9. Онда 83,3 шықты. Бұл таза заттың массасы. Қоспаны табу үшін 100%-дан азайтамыз 83,3-ті. Сонда бізде 16,7 деген жауап шығады екен. 27-ші. Дегидрленгенде 134,4 литр қалыпты жағдайда сутек бөлінсе, жұмсалған циклогексанның және түзілген бензолдың массасы. Бұл жерде екі заттың массасын есептейміз. Циклогексан бізде С6H12 дегидрлеу кезінде бензол алынған және сутек түзілген. Сутектің алдына 3-ті қоямыз, сонда реакциямыз теңеседі. Түзілген сутектің көлемі 134,4 литр, астына 22,4 көбейтілген 3 болады. Бұл бізде 67,2 литр бөлінген мольді береді. X1 және X2. Циклогексанның молекулалық массасы бізде 84 грамм бөлінген моль. Ал бензолдың молекулалық массасы 78 грамм бөлінген моль. X1 134,4 литр. 84 грамм бөлінген моль. 67,2 литр бөлінген моль. Сонда X1-іміз 84 көбейтілген 134,4 бөлінген 67,2. Екеуі қысқарып кетеді, мұнда 2, мұнда 1 қалады. Сонда 84-ті 2 көбейтетін болсақ, бізде 168 грамм шығады екен. Ағар X2 134,4 литр, 78 грамм бөлінген моль, 67,2 литр бөлінген моль. X2-ні табу үшін 78 көбейтілген 134,4 бөлінген 67,2 болады. Тағы да қысқарып кетеді, 2, 1. 78-ді 2 көбейтетін болсақ, бізде 156 грамм шығады. Келесі. 1 литр ерітіндіде 42,5 грамм натрий нитраты болады. Ерітіндінің молярлық концентрациясы. Натрий нитратының формуласы натрий NO3. Концентрацияның формуласы бізде Cm тең болады. Зат мөлшері бөлінген кило. Көлем бізде 1 литр, зат мөлшерін тауып алуымыз керек. Ол үшін зат мөлшері тең болады масса бөлінген молекулалық масса. Масса бізде 42,5 грамм. Молекулалық массаны есептейміз. Натрий 23-ке тең, азот 14-ке тең, оттек 16, 3-ке көбейтеміз 48. Барлығын қосқан кезде бізде 85 грамм бөлінген моль шығады.
яғни мында 42,5-ті 85-ке бөлеміз. Бұдан бізде 0,5 моль шығады. Яғни 0,5 моль бөлінген 1 литр. Бұдан 0,5 моль бөлінген литр немесе 0,5 М деп жазамыз. Келесі. Массасы 92 грамм этанолды тотықтырғанда алынатын 70%-тік тығыздығы 1,7 грамм бөлінген миллилитр сірке қышқылының көлемі. Этанолдың формуласы бізде С2H5OH. Этанолды тотықтыру арқылы бізде сірке қышқылы және су алынады. Реакцияға дейін көміртек 2, реакциядан кейін 1, 2. Көміртек тең. Оттегіміз 3, 1, 2, 3 оттек. Реакциядан кейін түгел. Сутегіміз 5 қосу 1, 6 сутек. Мұнда 3 қосу 1, 4 қосылған 2. Реакциямыз тең. Енді осы жердегі этанолдың массасы 92 грамм, молекулалық массасы 46 грамм бөлінген моль болады. Табуымыз керек сірке қышқылының бірінші массасын есептей береміз. Өйткені оның тығыздығы берілген. Сірке қышқылының молекулалық массасы бізде 60 грамм бөлінген мольге тең. Осы жерден пропорция есептейміз. 92 грамм X грамм 46 грамм бөлінген моль 60 грамм бөлінген моль. X тең болады 92 көбейтілген 60 бөлінген 46. 92 мен 46 қысқарады, 2, 1. Сонда 2-ні 60-ға көбейтетін болсақ, 120 грамм шығады. Енді бізде тығыздыққа байланысты масса бөлінген көлем деген формула бар. Осы жерден көлемді табу үшін біз массаны тығыздыққа бөлеміз. Яғни 120 бөлінген 1,7. 120-ны 1,7-ге бөлетін болсақ, 112,15 миллилитр деп аламыз. Енді осы жердегі 112,15 миллилитріміз 70% болып тұр. Оның 100%-ын табуымыз керек. X табу үшін 112,115-ті көбейтеміз. 100-ге бөлеміз 70-ге. Мұнда 160 миллилитр шығады екен. 30-шы сұрақ. Жабық ыдыста 4 литр сутек пен 5 литр хлордан тұратын қоспаны қопарғанда ыдыс ішінде қалған газдардың көлемдері. Сутек қосылған хлор. Осы екеуі реакцияласқан кезде қопарылыс болады. H хлор. Яғни тұз қышқылы газ күйінде түзіледі. Алдына 2-ні қоямыз, сонда реакциямыз теңеседі. Мұнда 4 литр сутек, 5 литр хлор. Және түзілген тұз қышқылының көлемі. 4 литр сутекке бізге 4 литр хлор керек болады. Демек, хлордың 1 литрі артық деген сөз. Ары қарай сутектің алдында ешқандай коэффициент жоқ, демек 1-ді қоямыз. Ал тұз қышқылының алдында 2 тұр, демек мұнда 2-ні қоямыз. Осыдан X тауып аламыз. 4 литр X литр 1 моль
Мында 2 мол. X табу үшін 4-ті 2-ге көбейтіп, 1-ге бөлеміз. Сонда 8 литр шығады екен. Жауабымыз D 8 және 1 литр екен. Келесі, 30 литр 0,5 м ерітіндісін дайындау үшін қажетті 96% тығыздығы 1,184 грамм миллилитр күкірт қышқылының көлемі. Біз мұнда бірінші күкірт қышқылының формуласын жазып қояйық. Күкірт қышқылының молекулалық массасы бізде 98 грамм бөлінген мольге тең. Енді мұндағы 20 литр мен 0,5 м-ді қолданамыз. Сол арқылы біз күкірт қышқылының зат мөлшерін тауып аламыз. Яғни формуламыз Cm тең зат мөлшері бөлінген V еді. Осы жерден зат мөлшерін табу үшін Cm-ді көбейтеміз V-ға. Демек, 20 көбейтілген 0,5 бұл бізде 10 мольді береді. Демек, күкірт қышқылының зат мөлшері 10 мольге тең. Оның массасын табу үшін зат мөлшерін көбейтеміз молекулалық массасына. 10 моль көбейту 98 грамм бөлінген моль бізде 980 граммды береді. Енді біз тығыздықтың формуласын қолдану арқылы оның көлемін тауып алайық. Яғни, ρ тең m бөлінген v еді. Көлемін табу үшін біз массаны тығыздыққа бөлетін едік. Массамыз 980 грамм, ал тығыздығымыз 1,184 грамм бөлінген миллилитр. Бұдан бізде 532,6 миллилитр шықты. Бұл бізде 96%-ды құрайды. Демек, 532,6 миллилитр бізде 96%, оның 100%-ын табуымыз керек. X табу үшін 532-ні 532,6-ны көбейтеміз. 100-ге бөлеміз 96-ға. Сонда шамамен 555,5 миллилитр шығады. 555 миллилитр деп алсақ та болады. Бұны біз 0,155 литр деп ала аламыз. 32-ші, жай эфирлер. Енді бұл жерде біз әрқайсының формуласын жазайық. Сірке қышқылының метил эфирі бізде CH3, COO, CH3 болады. COO бар, ол бізде күрделі эфирге кетеді. Этил ацетат. Ацетат бізде CH3CO, этил радикалы C2H5. Бұл жерде де күрделі эфирдің тобы бар. Келесі метил изопропил эфирі. Метил CH3. O изопропил C3H7. Бұл жерде екі радикалдың ортасында отыр, демек бізде жай эфир болады. Ары қарай метил этил эфирі CH3, ол C2H5. Бұл жерде де екі радикал арасында оттек тұр. Және диэтил эфирі C2H5, ол C2H5. Бұл да жай эфир. Пропилбутират. Этил ацетат дегенге келеді. Демек бізде C3H7COO, C3H7 болады. Бұл бізде күрделі эфир. Әрі қарай 60 грамм глаубер тұзын 190 мл суда еріткенде алынған ерітіндідегі натрий сульфатының массалық үлесі дейді. Енді бұл жерде біз 190 граммды 190 миллилитрді 190 граммға теңейміз.
Өйткені судың тығыздығы бірге тең. Сәйкесінше әрбір миллилитр 1 граммға тең болады. Бірінші біз Glauber тұзының құрамындағы натрий сульфатының массасын тауып аламыз. Glauber тұзының молекулалық массасын есептейік. Натрий бізде 23-ке тең, көбейтеміз 2-ке 46 болады. Оған 32-ні қосамыз, 78 болады. Оған оттектің 4-ке көбейтілгенін 64-ті қосамыз, одан 142 шығады. Ал сутек бізде 2-ке тең, 1-ге тең, 2 индексі бар, 2-ке көбейтіледі, оған оттектің 16-сы қосылады, 18 болады. 18-ді алдындағы 10-ға көбейтеміз. Одан бізде 180 грамм мол шығады. Енді Glauber тұзы бір формула болғандықтан осы 180-ге жаңағы 142-ні қосамыз. Одан бізде 322 грамм бөлінген мол шығады. 60 граммымыз бізде 322 грамм бөлінген молға болады. Соның құрамындағы натрий сульфатының массасын табуымыз керек. Ал натрий сульфаты бізде 142 грамм бөлінген моль болған еді. Осы жерден X табу үшін 60-ты көбейтеміз 142-ге, бөлеміз 322-ге. 60-ты көбейтеміз 142-ге, бөлеміз 322-ге. Содан бізде 26,46 грамм шықты. Осы 26,46 граммымыз бізде X пайыз болады. 190 грамм бізде су қосылған еді, ал негізгі масса 60 грамм еді. Осы екеуін қосатын болсақ, бізде 250 грамм шығады. Ол 100%-ді құрайды. Осы жерден X табу үшін 26,46-ны 100-ге көбейтіп, 250-ге бөлеміз. Сонда бізде 10,584 пайыз шығады. Оны жуықтап 10,6 пайыз деп алсақ болады. 34-ші. Мына формуланың атауы немесе атаулары. Бізде амин тобы мен метил радикалы екінші көміртектен шықты. Өйткені біз бірді карбоксил тобынан бастаймыз. Карбоксил тобындағы көміртектен бастап жазамыз. 1, 2, 3, 4. Енді осы жерде 2 санын біз гректің алфавитімен қойымызға болады. Альфа, бета және гамма деп. Осы жердегі амин тобы бізде екінші көміртектен шығып тұр. Және сәйкесінше екінші көміртектен метил радикал шығып тұр. Ал бір қатарда 4 көміртек бар. Ал төртінші көміртекті біз бутан деп атаймыз. Сәйкесінше 2 амин, 2 метил бутан қышқылы. Екінші атауы Д-ға сәйкес келеді, өйткені бутан қышқылын май қышқылы деп те атаймыз. Келесі, металдардың иілімділік қасиетінің арту қатары. Енді бұл жерде тағы да металдардың кернеу қатарын қараймыз. Металдардың белсенділік қасиеті азайған сайын, оның иілімділік қасиеті де арта бастайды. Сәйкесінше ең соңында тұрған элемент бізде алтын. Алтынның алдында күміс бар, күмістің алдында мыс бар. Жауабымыз Б болады. Және екінші түрі мыстың алдында бізде қалай кездеседі. Сәйкесінше күміс, күмістің алдында мыс, мыстың алдында қалайы болады. Осымен біздің 4-ші тест талдауымыз аяқталды. Баршаңызға рахмет.